Қарашы қандай улыбка дедім ғой. Жалпы түсті бір-екі салғаннан кейін дұрыс тумасаң сарғайып кейін өмірің тісіңмен ұялып жүресің. Вот өміріңде сондай ситуация болады. Бәріңе сәлем. Сіздермен бірге Назерке блогер арнасы. Яғни Назерке менің бір-екіден түсіп қалыпты. Кішкентай көрінбейді. Соны енді бүгін салдырамыз. Қанша алып тұрдың дедім. Қарашы қандай улыбка дедім ғой. Дұқ беріп атқаным ғой. Үйрендік қой ел жұрттардың арасында. Неше түрлі адамдардың ішінде жүрміз ғой. Dostlar, короче, екі түсім жоқ, жаман. Короче, оратып берді. Маған осындай набар берді, достар. Үйге барған распаковка түсірем. Негізі мұны ертерек алу керек болғанмын. Бірақ бұл жапакетті стоматологта енді келген. Вот, енді үйге барған соң распаковка болады. Ал мен үйге келдім. Қауып кеттік. В общем, мына кошелек, тор кошелек. Вот, осының ішіне сап берген 6 зат. Осындай қап-қызыл кошелек пен берді ғой. Қызға қызыл түс деп. Ал кеттік. Ішінде 7 зат, 6 зат дедім ба, бағана 7 зат. Вот, бірінші зат мынау ұзын. Чотка дейді ғой. Қараңыздар. Осындай несі бар. Қалай айтсам болады, күліп тұрады. Мен өзім бағана жаңа ғана көрдім. Осындай қалпағы бұл. Етіп ішін ашқан кезде тура осындай. Бірақ кішкентай. Міне вот кішкентай. Вот бүйтіп қараған кезде бұның вот қараңыздар, екі жері ашық. Ана тағы бір не бар менің таткым. Вот сода да ашық ол. Қазір оны да көрсетем. Осылай жауып қояйық. Вот мынау біріншісі. Ал енді екіншісін көрсетейін. Бұл енді қақпағы бұның бұныкі ұзын. Бірақ қода қандай? Мынау ұзын болса, мынау қортақ де. Вот кеттік ал. Бұл екіншісі бізде қалпағы деп айтайын. Деп жатқан қақпағы осындай. Ал өзі осындай. Бағана анау әппақ болса, мынау қызыл, ақ, қызыл. Тоже бұл да осындай екі жері вот ашық. Бұл арнайы брекетке арналған соң, бұл екеуі ашық. Вот қараңыздар, тағы да көрсетсем, тағы да вот ашық. Кәдімгідей ашық екені көрінеді. Енді бізде үшінші нәрсе. Бұл уақыт. Короче, бұл уақыт қалай жұмыс істейді, айта кетейін. В общем, бітесін. В общем, мынау көп болса, мынаяққа түсу керек. Вот, мысалы, мынау көп. Вот, мынаяққа түсу керек. Вот, осыған түседі. И оған дейін сен тісіңді жуып үлгеруің керек. Негізі мен особенно қатты бұл уақытқа қарамаймын. Өйткені мен асықпай жуатын адаммын тісімді. Сол үшін маған бұл особенно қатты қажет емес. Бір енді бір сабақта кітап оқыған кезде уақытпен өзі бұл қанша минут, 1 минуттық па, қанша минут, вот сол кезде керек болып қалады. Мен телефон сырғап, бүйтіп, құлап баратыр. Өйтіп оған бүйтіп жөндеп қоямын ғой. Вот сондай кезде ғана керек маған, бұлай тісіме особенно қатты қажет емес. Діккін. Бірақ бұл білмеймін қанша уақыт, то есть қанша минуттық уақыт екенін. Ал енді бізде мынандай, короче. Бұл бізде төртінші зат, достар. Төртінші зат осындай немен жүреді. Арнайы өзінің адысымен. Ішінде не бар ал?
ішінде не бар ішінде қазір көрсетем, айтпай тұрайын. Ойбай, вот, ішінде осындай бар. Арнайы бір клей бар емес па? Ысық клей. Вот, сол ысық клейге осындай керек болады ғой, чтобы бір мақта бірдемелер табысу үшін. Вот, бұл сондай клейдің несі ғой, короче, қалай айтады. Бір кішкентай түрі ғой. Бұл бөлінеді. Вот, өзің істеп бөлесің, бірақ бұл майыс қалады, сразу майысады. Сол үшін оны асықпай аккуратно бөлу керек болған негізі. Бірақ ол үшін асықпай бөлесің, қараңыздар, тағы да көрсетейін. Мә, қасқана телефон құлай береді. Вот, қараңыздар. Вот, көрдіңіздер, бұл алынбайды. Бұны асықпай аккуратно отырып алу керек. Вот, алынбайды ғой, әрең алынды. Оның өзінде кішкене майысайын деп. Бірақ пайдат болады. Неғып телефоным құлай береді. Ойбай. Вот, бұл не үшін керек ал? Сол жайлы айтсам, қажаған кезде мынандай несімен, короче, тура алдыңғы домалағымен өйтіп басып қоясың. Исі басып қоясың, короче. И ол қояды ғой, қажағаны кішкене болсын. Кішкене болсын, қажағаны қояды. Сол үшін өзінің аккуратный ыдысы бар. Жоғал кетпесі үшін өзі көріп тұрғандарыңызға кішкене таяқ. Вот, ыдысына үсті саласындар да, короче, аузын жауып қоясындар. Одан бұл жоғалмайды. Есік осы ыдысты жоғалтпасаң. Бізде бар жоғы 3-ақ зат қапты. Кеттік ал. Мынау айна. Осындай ұзын айна бұл. Бұл айнаның бір жақты жері, вот осылай қарақ етсеңіздер, болды сіздердің білектеріңіз мына айнада көрінеді ғой, дәй боп. Бұл айна, дәу айна. Менің қараңыздар телефоным көрініп тұр ғой, тазасы. Вот. Айнаның өзі көрініп тұр, айнадан, вот, домалақ екені көрініп тұр. Осы білекті жақсы жуылғанын, жуылмағанын көру үшін бұл айна арналған негізі. Жуып болғаннан кейін айнадан көресің. Білекті дұрыс жудым ба, жумадым ба, білектім қисық па, қисық емес па деп осыдан көресіздер. Ал енді бізде мынау, мен бұны негізі асомдар деп білмеймін, бірақ енді маған стоматологтың айтуы бойынша, ипағыма да айтуы бойынша, мәні ашылмайды ғой қасқа. Бұл да көрдіңіздер ма, өзінің арнайы ыдысымен жүреді. Бір ұштағыш бар ғой, осындай 4 бұрышты, вот. Басында ұштағыш бар жаққан соңы. Сөйтсем бұл ұштағыш емес, бұл қазір сіздерге көрсетем. Мә қасқа. Ема достар, әрең ашылды ғой достар. Вот, қараңыздар. Вот, аласың да, короче. Аласың, осылай. Иісі тазалайсың ғой, короче. Иісі тазалайсың. Өйткені, короче, қалдық кіреді. Одан терді де тазалауға болады. Сіздерге көрініп тұрған жоқ па, білмеймін. Вот, иісі тазалаған кезде ол қалдықтар осы неге қап қалады. Сол үшін арналған нәрсе ғой, қасқа. Особенно атты негіз қажет емес негізші. Бірақ білмеймін еді достар, қолданып көрмедім. Кәсіп, ама маған өзі соқ күтіп атыр, соқ. Бірақ затым қалды, соны распаковка қалайын. Мынаны қалай жабады достар? Ладно, в общем, осылай жаба салайық. Соңғы зат. Одан кейін менде распаковка бітеді. Бұл тоже әппақ қақпағымен жүреді, тоже кішкентай. Кеттік ал. Вот, бұл енді бұл особенно атты қажет керек зат. Вот, осындай таяғы бар, кішкентай жүндері бар, әппақ. Ал таяғы темір ғой. Evet, қараңыздар. Осылай аласың. Қалдықтарды тазалайсың өйстіп. Орайын өйстіп алып, бүйтіп, немесе жуып тастайсың. И орайын қақпағын өйстіп жауып қоясың.
Вот достар, осының бәрі брекеттің наборлары. Жалпы түсті брекет салғаннан кейін дұрыс тумасаң, сарғайып кейін өмірің тісіңмен ұялып жүресің. Вот өміріңде сондай ситуация болады. Сіздерге распаковка ұнады деген ойдамын. Брекеттің наборлары сіздерге ұнады деген ойдамын. Енді ұнады, ұнамады деп комментарияға жазып кетіңіздер. Ал осы Назерке блогер арнасына тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Ал қазіргі таңда сау саламатты, аман сау болыңыздар. Бай-бай.